жекпе-жек. Шындығында бұл енді Рустам Даминовқа қатысты. Жұман, бір өз мінездемеңді бере кетсең. Өте төзімді жауынгер деп айтарым. Өте төзімді әрі оны еш уақытта бағалауға болмайды. Өте мұқият болу керек қазір Еламанға. Шертаев сегізбұрыштың ортасына ақырындап иелік ете бастандай. Жаймен өз жобасын, өз жоспарын байқатады. Даминов негізгі спорттық базасы дейміз ғой. Негізі бокстан қаланса да бұл жауынгер өзі әмбебап ММА файтеріне айналып кеткен сыңайлы менің ойымша. Өткенде күреске қарсы да қолданатын әдістері барлығы айқас барысындағы жылдамдығы, енді қорғануы, шабуылдау мәнері барлығы жақсы деңгейде. Оны осы Еламан Шертаевқа қарсы өткізген, Елжан Алиасқарға қарсы өткізген айқасы бар сияқты. Соны барлығын көруге болады. Мұқият болу керек. Соққылар алмасты. Екі жауынгерде. Өте мұқият екі жауынгерде. Неріне қателіктерін қарауда. Шертаев енді теңселе жүріп, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деген тактиканы ұстанады. Даминов құлаштап бір соғып көрді. Әзірге енді көбінесе барлау қимылдары. Барлау қимылдары арқылы жауынгерлер бірін тексеріп көруде. Жақсы. Шертаевтың бағыттаған лоу-кик соққысынан кейін Даминов аяққа бір ұмтылыс жасап көрді. Өзге барлығы екі тараптың бақылауында. Атай кетуіміз керек, енді екі жауынгер аралық салмаққа 68 келге дейін деп келіскен екен жекпе-жекке. Соққыларын аяқтан басып жатқан көріп отырмыз Еламаннан, лоу-киктардан ішкі және сыртқа. Мүмкін тактика солай болған шығар содан бастап. Міне күреске кірді бірінші Даминов. Жығалар мекен Еламандық әзірге қорғанса бабында. Міне көтеріпті көрді Даминов Шертаевты. Әзірге сапасыз. Әзірге мұқият қорғануды Еламан. Еламанның қорғанысы да сауатты. Өзінің бір тізесімен қарсының аяғын тосқауылдау арқылы қазір жақын кіріп кетпеуіне жол бермеуде. Өйткені Даминовқа қарсы қателік жіберуге болмайды. Өйткені қателікті тиімді пайдаланатын өте ақылды спортшылардың бірі. Оны алдыңғы жекпе-жегінде көрген болатынбыз. Алдыңғы жекпе-жегінде көрдік. Онымен қатар енді бұл азамат әлгі аяқ астынан бір тосынсыйды тартып ететін жауынгерлер болады ғой. Ол кәсіби рекорды маңызды емес. Сондықтан Шертаев үшін бүгін сынға түсетін сәт. Айқастың бірінші раундтың 1,5 минуттай уақыт бар аяқталуына. Дегенмен жігіттер әзірге шындығында бір-бірін жақсылап тексеріп алғысы келген сыңайлы. 3 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Екеу орын ауысқан көріп отырмыз. Қазір енді Еламан тұрсуда. Даминовта құйрыққа отырғызып арғы позициясын жақсартуға. Ондай мүмкіндікті бірақ берер емес. Енді жаңа айтым ғой, базасы бокс дейміз ғой, бірақ енді қорғанысы өте жақсы. Қорғанысы да жақсы, шабуылы да жақсы болды. Енді Еламанның қорғанысының деңгейін көрдік. Соның арқасында партерге бір-бірін әзірге екі әлгі жығыс түсіп жатқан жай бар. Жанды жерден соққы тиіп кетті деген белгі берілді. Даминовтың аздап қабағы сыздап, қабағын шытып, біраз тыныстап алуына да мүмкіндік бар. Еламан Шертаевқа қазір жақсы бір мүмкіндік. Қанша дегенмен де біраз үзілістен кейін сегізбұрышқа қайта оралып, тіпті осындай бір әлгі чемпиондық амбициясын қайтадан жандандыруға осындай қарсыластар керек қой Еламан. Әрине керек. Өзінің төзімділігін сынайтын дайын ба, дайын емес па осы жекпе-жектен белгілі болады әрине.
Осы Еламан неліктен чемпиондық белбеуге бір табан жақындай алмай кетті деген сұрақ менің көкейімде әлі жүреді. Мүмкін осы жекпе-жек шешер тағдырын, әрине. Лайықты ма әлде лайықсыз ба? Міне мұқият болу керек. Я, соққылар өте ауыр. Даминов көріп отырмыз, қоштап ұрады. Лоу-кик. Келді Еламан. Айқасай. Ой, жақсы. Апперкот өткізіп алды Еламан. Я, мұқият болу керек. Көзінен жақсы, міне Еламан Шертаевтың да дәлдігін көрдік. Екі тарап енді бір-бірін аяп қалып жатқан жоқ. Мына раундтың соңы тіпті бізді екінші раундта бұдан да жойқын айқас күтіп тұрғандығынан хабар береді. Соңғы секундтардағы осы хайлайтсқа енетін шабуылдар екі тараптан. Жігіттер тіріле бастады. Бірін-бірін бақылап алды, ауыр соққыларын алып алды, толығымен ашылып алды. Еңбек жауынгер екінші раундта қызықты жекпе-жек көрсететін ойдамыз. Әрине, екінші раунд одан да қызық болады деген сенімдеміз. Оборота, контроля над задачами, составления планов и общения с командами, где бы вы ни находились. Избавьте от рутины и открывайте новые возможности для развития своих проектов в любой сфере. Меардақ жанкерлер, бейне қайталау сәтті. Өздеріңіз тамашалап отырғандай. Бірінші раундта рұқсат етілмеген соққы бағыттап қойды. Еламан Шертаев байқамай. Бірақ енді оған жіктер қарап қалған жоқ. Апперкот соққысы өткен болатын Даминовтың. Одан кейін раунд соңы жақсы бір теке тіреске алдын ала трейлер болған сияқты. Осы бірінші раундтың соңы. Дәл сол трейлердің тоғысқасын екінші раундта күтеміз. Басталды. Шындығында Еламан Шертаевтың оқтай атылып алға қарай сенбі түрде қадам басқандығын көрдік. Даминов артқа шегіне жүріп қазақстандық жауынгерге біраз шабуылдауға мүмкіндік берді. Қазір қауіпті тіке соққы. Даминов. Ашық айқас басталды. Соққыға соққымен жауап қатып. Сен тұр, мен атайын. Мен тұрайын, сен ат деген сияқты екі тараптан да аян қалып жатқан жоқ. Шертаевтың қарсыласты жаңылдыру арқылы өз соққысын дәл тигізуді көздейтіні бар. Бірақ Даминов сол жақтан бір құлақтың тұсынан бір соққысын дәл жеткізе алды. Соққыны көру, сезу, жалтару тұрғысында екі тарап енді бір-бірімен деңгейлес деп айтуға болатын шығар. Қандай айқастың бірінші раундпен салыстырғанда бұл раунд тіпті өзгеше. Соққылар тиді, дөп тиді Еламанның қолмен ұрған. Жұман байқаған шығарсын деймді, екі раундтың динамикасы қарқыны мүлде басқа. Басқаша, дұрыс айтасың. Бірінші раундқа мүлдем келмейді. Тіземен жасалған соққылар. Мойынға қылқындыру әдісіне көше ме әзірге? Жоқ. Тіземен қорғануда Рустам Даминов. Еламан қазір күресіп позициясын жақсартуға тырысып жатыр. Екі жауынгер де өте мұқият сақ қорғанады, оңай болмас. Міне, аяқтан санмен теуіп атқан соққылар. Тобық тұстан Шертаев Даминовты бірнеше мәрте дәл тепті. Енді әрі қарай не көздегені бар. Аха, екі қолды салды. Бір аяқта өзіне жақын тарта отырып. Жақсы, тейкдаун, жартылай бар, бірақ кетті. Рустам. Даминовтың осы тұрып кете алатын бір ептілігін бұған дейінгі жекпе-жектерінде де байқаған болатынбыз. Егер Жұман қателеспесең. Көргем бұл жігіттің жекпе-жектерін өтірік айтпаймын. Өте сауапты, мұқият төбелестен жауынгерлердің бірі. Сондықтан Шертаев үшін қазір сын сағаты
иә мен бастап айтып өткенде оңай болмайды еламан қазір барын салып жеңіске жетуге тырысатыны сөзсіз көріп отырмыз жекжек барысында. Міне сын бірақ оңай емес. сағаты. Міне Джефф, міне енді соққылар өтіп отқан секілді еламанның. Мұқият болу керек. Бұл жерде жігіттер қателікті кешірмейді. Иә, айқастың ауа райы мүлде өзгеріп сала берген раунд болды. Бірінші раундта аңдысты, екінші раундта қарқын көтерді. Енді ашық ұрыс, ашық майдан. Тек бас көздемей алға ұмтылу емес. Жігіттер жігіттердің Жұман сөзін бөлген бай өтпе. Қолмен жасалған соққы қысым жасауда еламан. Даминовтың ой, қандай қауіпті қазір тіке соққы өтті. Шертаев басын бұққан қалпы артқа бір қадам шегінді. Апперкот соққысын өткізіп алды еламан көрмей. Әрине оңай емес қазір. Осылай қысым көрсетіп бару керек секілді еламанға жеңіске жету үшін. Рустам әрине екінші нөмірлі болды. Міне тейкдаун кезекті қателігін өзінің тарапына жақсартып алды еламан. Аяғын ұстап күреске кіріп өзіне позицияны алып алды. Позиция енді жақсарта аламын екен. Осы жерде еламанға жұмыс жасау керек болады. Тоқтап қалмай соққыларды артуға. 30 судьялардың көзіне дұрыс көріну үшін. 30 секундтай уақыт бар. Осы екінші раундтан қалған уақытын тиімді пайдаланып, соққы жасап, көп қимылмен көзге түссе, бірақ Даминов қараңыздаршы, шынтақпен қалай күтіп алып жатыр. Қандай қауіпті. Астында жатып та көрсетіп отыр, қалай қорғанып, өнер көрсетіп отыр. Астында жатып та әлгі тізе жеңіске жетуге болатынын қалай көрдік қой, міне. Астында жатып та шабуыл жасап отыр. Екі жігіт бір-бірінің қолын алды раундтың соңындаш. Яғни бұл енді бір құрмет қой енді. Екі терезесі тең қарсылас, бір-бірін жақсы сезіп тұр, біліп тұр. Одан бөлек бір құрмет. Демек, үшінші раунд өте шешуші кезең болады. Жұман енді кімге жанкер болып отырғанын түсінікті ғой, бірақ шынай тұр деген сұрақ қояйын. Теңбе-тең жатқан секілді екі жауынгерде. Бір-бір раундтан. Енді үшінші кезең қазір шешуші раунд. Шешуші кезең болады. Сол жақта екі жауынгерде барын салатын сөзсіз. Еламан Шертаевтікі екінші раунд. Осы тейкдауны бар, бақылауы бар. Осы жасаған бірінші өмірмен жасаған жұмысы бар. Бірінші раундта аздаған бір басымдық дейсіз. Басымдылықпен аздаған. Бірде бір. Үшінші раунд. Осындай қолдау мені қанаттандырады деген сөз ғой. Өте жақсы. Мені қанаттандырады деп шулаған халықтың үшінші раунд басталды. Үшінші раунд басталды. Екі жауынгерді мұқият барын салатыны сөзсіз. Еламан кішкене өзгерткен секілді. Мына керемет қорғаныс тейкдауннан. Тіземен соққы. Еламан балуаншолақ аренасында жиылған халықтың қиқу қолдауынан кейін қазір қанаттанып алға қарай өршелене ұмтылуда. Екпін қосып екпініне аяққа ұмтылыс жасап көрді. Еламан тарапынан тейкдаун бір аяққа отырғызып ала алам екен Рустамда. Бұған дейін бір мәрте отырғызған болатын, бірақ Даминов сытылып шығып кеткен. Міне көрдік. Бар. Сәтті тейкдаун Еламанның тарапынан. Бұл енді Шертаевтың тактикасы енді түсіндік. Яғни раундтың ортасынан асқанша қарсыласқа тік тұрып, емін-еркін қозғалып жүруіне мұрсат бермей, сәті келсе, орай келсе, осылай тейкдаун жасап, ары қарай маунтқа өтіп кететін болса, бір бақылаудан шығармау. Еламан енді мұқият болады. Барынша Даминов Рустамды астынан шығармауға тырысады.
бірақ әрекеттік қажет етеді. Әрине. Көп қажет етеді. Қазір енді Еламан Шертаевтың бұған дейінгі қарсыластарын тілге тиек еттік бағана. Әсіресе Дастан Амангелдімен болмай қалған жекпе-жегі өкінішке орай. Одан кейін осы титулдық айқас барысында Еламанның жарақат алып денсаулығына себептеріне байланысты да бір айқастан өкінішке орай бас тартты. Осының барлығы енді мен ойымша Шертаевқа бір шетінен мотивация, екінші шетінен бір жақсы сабақ. Қазір енді жаңа тынысымен 25 жылдан бастап титулға тәбетін әрі қарай көрсетеді деген сенімдемін. Жекпе-жек көре алатын болсақ, ондай қарқынды жекпе-жек көріп жатқан жоқпыз. Әрине, бірақ бұл позицияны жоғалтпауға тырысуда Еламан. Мына қарқын демекші Міне, бір аяғын байлаған көріп отырмыз Еламан. Енді бір қолын ақырын ғана бір тәсілді көздеп тұр ма? Жо, Даминов тұрып өтуге бір жақсы жол ашып алған сияқты. Талпынған еді, бірақ жоқ. Еламан айласын асырып кетті. Енді дегенмен Еламан Шертаевтың физикалық бір дайындығы жақсы. Жетеді, көрініп отыр. 3 раундқа, физикалық тұрғыдан 3 раундқа сөзсіз жетеді. Тең үлестіріп, күшін сарқып алмай, жақсы. Бұл жерде бір жауынгерлерді өздеріне байланысты, әрине кім жеңісті қалайды, сол соңына дейін барады. Мұнда қазір екі жауынгерде мен сөзсіз айта аламын, шаршады, бірақ екеуі де мінезбен айқас бар. Және Еламан тарапынан бір тосынсый болуы мүмкін, ол осы соңғы 1 минуттай уақыт қалған кезде әлгі тік тұрып айқасқа қарай шығып кетуде. Мойынды алғыс жоқ, тағы да міне позициясын жақсартып алды, қарсыласын арқасына өтіп алды. Міне осы жерден қазір Еламан асықпай жұмысын жасайтын болады. Уақыттан бұрын аяқтауға мүмкіндік табар ма екен? Міне сұрақ. Қазір енді қарсыластың санынан, балдыр тұстан қаншама тіземен найзамен соққандай соққылар, бұл да ауыр соққыларды бағыттады. 1 минуттай уақыт бар, енді Даминов екі аяғына тұрып кеткеннен кейін қазір қайта құламауға тырысады. Керемет, аяқтан шалу әдісімен. Күрестің тәсілдері қазір көріп жатырмыз Еламанның тарапынан. Өте бір кедергілер пайда болған секілді октагонда. Ең басты жекпе-жек тоқтатылмаса болды. Соңғы 40 секундтарымыз қалды. Еламан ешқайда жіберер емес. Қарсыластың да күш қуаты сарқылды. Даминов енді өзбекстандық жауынгер барынша тырысты. Бірақ Шертаев оның ойын оқып, құрған жоспарын алдын ала сезіп. Бұл раундта енді мен күтіп едім бір соңғы секундтарда бәлкім екі тарап қиян-кеске төбелеске жол ашамай екен деп, дегенмен Шертаев аса бір нарты тәуекелге барған жоқ. Барлығын өз ойындағыдай аспай аптықпай. Міне тіземен жасалған соққы. Бұл енді қаншалықты рұқсат етілген соққы болды. Мәселе осы да. Сонымен 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен. Алаңнан қызыл бұрша Еламан